Сондай екен. О, достар, менде өте көп клиент келіп жатыр. Сәлем достар, сіздер Айко Лонд каналына қош келдіңіздер. Ал достар, бұл менің ең бірінші каналым, ең бірінші видеом. Мен осындай ойындар туралы сіздерге видеолар көрсететін боламын. Мін аяқта мен товарларым келіп қапты, енді бұны бүкіл үйге кіргізейін. Қараңғы батып қалыпты. Так, еще мына жақта менің кассирім бар, ол бір жақ уже 17 секундтан кейін уже таратен кетеді. Сосын достар, мынау мен бірінші күнім болған соң мен өте қобалжып тұрмын. Ертең таңертең клиенттерді қалай қабылдаймын деп. Бірінші клиентім қандай болады, маған ұрса ма, ұрыспай ма екен, не алады екен. Мен бір ана жақта товарлар көп алған соң маған ұрыспайды деген ойдамын. Бірақ мен қатты өзімді білмеймін негізі. Сосын көреміз. Сосын ана жақта. Ал достар, мені товарымды біткенше, товарымды біткенше мен сіздерден актив сұраймын. Маған актив керек. Мен начинающий блогер болған соң, маған подписка, просмотр бүкілі керек. Лайк, комментарий бүкілін аямай жазып және баса беріңіздер. Сосын подписаться деген кнопканы басыңыздар. Сосын колокольчикті де басып кетіңіздер. Ал достар, мен сіздерге сөйлейм дегенше, мен таным атып кетіпті. Енді менде тан атқанда осындай шығар. Ал достар, міне біздің уже танымыз атты. Мен магазинімді ашатын боламын. Ал достар, міне менің көп адамдарым келді. Кіріватыр. Аяқтан менің көкөністерімді, салфетка бүкіл алыватыр. Ал бірінші клиент, қош келдіңіз, сәлеметсіз бе? Міне бұл кісі картамен алады екен. Екінші салфетка алыптым. Осылай $3.53 беремін. Так, мынау да сондай екен. О, достар, менде өте көп клиент келіп жатыр. Маған осындай көп клиенттер ұнайды. Мен табысымда, ақшамда өзі көбейеді. Ал сіздер осы үшін точно лайк басасыздар деп ойлаймын. Мен сіздерге еңбек еткенім үшін. Міне осы жақта кассир болып жұмыс істеу де маған өте қиын. Мен басында негізі ойлағам, мен кассир болып жұмыс істей алмаймын, мен қолымнан келмейді деп. Бірақ бүкіл осы айтады да. Бірақ мен білдім, менің қолымнан келеткен. Сосын істедім. Сол үшін маған өте көп клиенттер келіп жатыр. Мына жақта мен мусорщигім ана жақтағы мусорларды жинап жатыр. Достар, мен клиенттерім өте көп болып тоқтаусыз келіп жатыр. Мына жақта вообще орын қалмады. Бүкіл товарларымды менен алып кетіп жатыр. Так. Секунд сайын бүкіл кіре береді, бүкіл көп зат алады, бірақ по-любому бітпейді. Дегенде менің последний клиентім болды. Ал мен чайвемді қаласам $36 болыпты. Ал нан жаптым да, осыларға не алсам болады, қандай мебель не алсам болады деп ойландым. Сосын мебельдерді қарағанда олардың бағалары өте қымбат екен. Маған бұлардың бағалары ұнамай, мен сразу басқа бағаға кірдім. Сонда мен мебель алмайтын болып, продукты алатын болдым. Өйткені мына жақта вообще мебельде андай жоқ, арзан зат жоқ. Вообще маған негізі мебель керек жоқ. Сосын новый андайды ашайын деп, сезонда ашайын деп алдым, продукты алдым. Продуктыға көп ақшам кетті, негізі 100 мыңдай кетті. Міне мысалы мынандай айран, екі түрлі айран, су бүкілін алдым. Ал достар, осылай жүргенше түнде бас кетті. Сол үшін бүкіліне пока, лайк, подписка бүкілін басыңыздар.